Қайырлы күн қыздар. Бүгінгі сабақ ендігі магазин туралы, товар туралы обзор, яғни жақсы качестводағы киімді, товарды, қандай да бір затты болсын қалай таңдауға болады, астындағы жаңағы знактар нені білдіреді, жазулар нені білдіреді, магазинді продавецпен қалай сөйлесеміз, осы туралы айтатын боламын. Сенімді магазин бе, сенімсіз магазин бе, сол туралы барлығын осы видеода айтатын боламын. Мысалға біз любой бір товарды қарайық. Баған мысалға сумка қараған ұнайды. Мына сумканың ішіне кірейік. Міне кірген кезде сразу да видеосы тұр, міне сумка туралы. Және мына жерде түстерін таңдай аласыз. Осылай жүріп, неке. Және астына өтейік. Так, мына бетті скриншоттап сіздерді түсіндіріп жүрейін астыңғы бөлімдерді. Міне ең астына барсақ, мына ең астында бөлімнің біріншісі бұл магазиннің белгісі. Яғни бұл продавецтің магазині. Осы магазинге кіріп біз продавецтің басқа да сумкаларын, басқа да товарларын көре аламыз. Мына екінші тұрған бөлім бұл лайк бөлімі. Яғни ұнаса осы товар сіз лайк басып кетсеңіз, корзинада барлығы сақталып тұрады. Үшінші бұл чат. Яғни продавецпен осы чат арқылы сөйлессеңіз болады. Яғни сумканың весі қандай, көлемі қандай, ішінде неше қалтасы бар деген сияқты сұрақтарыңызды қоюға болады. Сұрақтарды қалай қоям десеңіздер, Google переводчик бар. Соған өзіңіз я орысша, я қазақша жазып, сразу китайскийге аударатынға қойып қойсаңыз, автоматически аударып береді и скопировать етіп соны продавецке жібере қоясыз чатқа да. Без проблем. Мен постоянно солай сөйлесем продавецтермен. Енді мен мықты көп товар алам ғой. Және одан кейін тұрған мына екі баға, розовыймен тұрған 46 юан, қызылмен тұрған 27-39 юан. Бұл неге екі цена тұр бұл жерде? Бұл дегеніміз 46 юан, бұл в розницу ценасы. Яғни сіз тек өзіңіз ғана алатын болсаңыз, бір штук товарды, онда сізге продавец 46 юанға беремін деп тұр. Ал сіз бірігу арқылы алатын болсаңыз, 27-39 юанға беремін деп тұр. Яғни екі есе арзан. Енді сіздер қазір шошуларыңыз мүмкін, ойбай, мен кіммен біргем, қайдан іздеймін адамды деген сияқты ешқандай жаңағыдай паника, проблема керек емес. Себебі сіз өзіңізді 27-39 юанды мына қызылды басып, кіріп төлеп ала бересіз. Сізге любой бір адам тіркеліп сізбен бірге қосылып алып кетеді. Осы Pinduoduo сайтының ерекшелігі сонда басқа адамдар, любой бір адам бір-бірімен бірігіп заттарды ала береді. Немесе қазір көрсетіп өтетін боламын. Бірінші мына ценаларын салыстырып алайық. Мысалға 46 юан көбейтілген 70-ке грубо есептейік. 3220 теңге юанды 28 деп алайық, андай грубо 1960 теңге. Көрдіңіздер ғой, екі есе арзан. Так, мен басқалармен қалай бірігіп аламын десеңіздер, міне мында тұрған бөлім осылардың барлығы бірігіп алушылардың тізімі, яғни список. Любой біреуін таңдап бірігіп тезірек алғым келеді десеңіз, осылардың любой біреуіне кіріп ала берсеңіз болады. Жоқ, мен ешкіммен бірікпеймін, мен өзім алам десеңіз, онда әрине 27-39-ды басып өзіңіз ала берсеңіз болады. Ары қарай оплата жасайсыз, и сізге любой бір адам біріккен кезде уже продавец сіздің затыңызды упаковкалеп жіберетін болады. Вот. Енді келесі товардың качествосын қайдан білеміз? Мен үнемі любой товар алған кезде отзывқа бірінші очередь мән берем. Себебі енді сенімді ма, сенімді емес пе біліп алуымыз керек қой. Отзыв бөлімін міне осы жерден қараймыз. Қыздар, көп адам алыпты, 3407 дейді. Так, кіріп көрейік енді. Отзывтық бөліміне кіріп көрейік. Міне мұнда живой фото, міне алған адамның. Так, мұнда тоже живой фото, даже видеоға дейін бар, міне сенімді екені көрініп тұр. Ал бұл енді отзыв бөлімі. Енді астына өтеміз.
Так, мына тұрған бөлім мынау продавецтің магазині. Яғни мына жерде уже 5 звездочка жанып тұр. Яғни рейтинг жағынан уже осып тұр деген сөз ғой. Ал мынау қызыл жанып тұрған бұл так нені білдіреді? Бұл жерде акция болып жатыр деген сөз. Мына магазинде акция болып жатыр деген сөз. Ал мынау 7 деп тұрған бар ғой. Өткенде национальный ден болды Қытайда. 7 күн праздник болды, соған тағы да акция болып жатыр деген сөз. Бірақ уақытша бұл акция, бұл ертең кетеді. Мынау тоже уақытша акция. Ал мына бөлім соңында кішкентай бұл осы магазинге подписация ету. Егер осы магазин сіздерге ұнап қалған болса, подписация етіп қойсаңыздар болады. Любой товары сізге уведомление болып келіп тұратын болады. Так, енді осы продавецтің магазиніне кірейік. Міне басқа да товарлар шығып тұр. Неше түрлі сумкалары бар екен. Вот. Осылай қыздар. Жалпы сайт өте жеңіл, оңай.